Авиакомпания пассажирских перевозок «Air сообщаем, что воздушное судно прибудет в актовый зал. Станция номер 4 южного городка, город Аягус. Желаем пассажирам мягкой посадки. Dear passengers, Transportation Airline KZ, we inform you that our aircraft will land in Aягус City, station number 4 in the South Town at Art Hall. We wish passengers a comfortable landing. Something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all the Құрметті әріптестер, жиналып отырған себебіміз алда 7 мамыр Отан қорғаушылар күні. Ер азаматтарымызға қандай сыйлық жасасақ болады? Сырларым жүректерге жия, отанға жан беретін қияу, бар екен нар жігіттер ай. Хай-яй-яй-хай-я, жырласаң таусылмайтын сия, қорғайтын елім деген ия, тамаша біздің ерлер ай. Намыспенен парасат бойға жиып өскендер, қиындықты мойымай бастарынан кешкендер, жақсылық пен шаттыққа тұсауларын кескендер, сол жігіттер қайда? Күндіз түні уайыммен жан ұясын ойлайтын, қайда жұмыс деп күш жұмсауды қоймайтын, сөйте тұра арманға жетуді көп ойлайтын, сол жігіттер қайда?
десек ностальгия, бар екен ар жігіттер ай. Хай-яй-яй, хай-я, сырларын жүректерге жия, қыздарға дей беретін ей-оу, тамаша біздің ерлер ай. Намыспенен парасат бойға жиып өскендер, қиындықты мойымай бастарынан кешкендер, жақсылық пен шаттыққа тұсауларын уайыммен жанұясын ойлайтын, қайда жұмыс істеп күш жұмсауды қоймайтын, сөйте тұра арманға жетуді көп ойлайтын, сол жігіттер қайда? Бойға жиып өскендер, қиындықты мойымай бастарынан кешкендер, жақсылық пен шаттыққа тұсауларын кескендер, сол жігіттер қайда? Күндіз-түн уайыммен жанұясын ойлайтын, қайда жұмыс істеп күш жұмсауды қоймайтын, сөйте тұра арманға жетуді көп ойлайтын, сол жігіттер қайда? Армысыздар ардақты азаматтар, отбасының тірегі елді бастар. Құтты болып мереке баршаңызға, бақ береке әкелсін отбасыға. Жүрекке адалдықтың ескен гүлін, ғажайып келешектің төккен гүлін, ардақты ағаларға шын көңілден жолдаймыз алғыс пенен сәлем бүгін. Құрметті азаматтар, біздің мектептің ұстаздары, жігіттер, сіздерді 7 мамыр Отан қорғаушылар күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Жүректеріңіз оттай лаулап, жандарыңыз әрдайым жас болсын, қайратты болыңыздар. Бүгінгі мерекелік кешті құттықтау сөз кезегін директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары Свята Есенгелдинаға және кәсіподақ ұйымының төрайымы Мадина Сантызбаевнаға беріледі. Қымбатты залға жиналған біздің мектебіміздің ер азаматтары, біздің қорғанышымыз, сүйенішіміз болып жүрген жігіттеріміз, Қайрат Тұрсынович бастаған ұжымымыздың жігіттері, бүгінгі алда келе жатқан мерекелеріңіз құтты болсын. Отбасыларыңызға амандық тілеймін. Әрқашанда өстіп қызметтеріңізді адал атқарып, ел алдында өздеріңіздің борыштарыңызды ақтап жүре беріңіздер. Ең бастысы еңбектеріңізге табыс, мына жұмыс істеп жүрген жігіттерге жеңіс тілеймін. Енді жігіттеріміздің көбісі спортсмендер ғой. Осы жігіттерге көптеген жеңістер тілеймін, табыстар тілейміз. Мектебімізді алға қарай сүйрей беріңіздер. Енді іштеріңізде мақсат жоқ қой, ол кісіні де құттықтаймыз. Міне осы жеңістің қарсаңында үлкен бір халықаралық додалы сайыста жүлделі орынға ие болып қуанып жатырмыз. Бүкіл облыс болып, аудан болып біздің мектепті құттықтап жатыр. Жолымыз болып, алға қарай жылжи берейік. Әрқашанда жігіттермен тату болайық. Айтады ғой енді, жұмылсақ жұдырық, жұмылмасақ құрылдық деп. Сол бір жұмылған жұдырықтай болып осы коллективта жүре берейік. Баршасылық тілеймін сіздерге. Құрметті Қайрат Тұрсынович және 4-ші мектеп ұжымының ерлері, сіздерді келе жатқан мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Дендеріңізге саулық, еңбектеріңіз әрқашанда елене берсін. Жанұяларыңызға бақыт тілейміз. Бала-шағаларыңыздың қызығын көріп, жанұяларыңызға қорған болып, әрдайым сыйлы болып, ортамызда жүре беріңіздер.
керек. Олардың күш жігеріне, ақыл парасатына бүкіл әлем бағынады да. Сондықтан халқымыз жердің қорғаны, елдің тұтқасы деп ерекше ардақтаған ал ақын Мұхтар Шаханов жердің аман тұрғандығы, сол намысқой еркектердің арқасы десе, Иә, қайғы келсе жеңілмейтін, бақыт келсе семірмейтін, ер мінезін қадірлейтін еркектердің даңқасын деп жырға қосқан ақын ағамыз. Жизнь мою нежданно изменил, мою реальность созерцаю, на сердце вспышки любовь. Теперь вспышки все начинают, длинный клип, а теперь спустись тебя, мой мир, ты волшебник другой планеты. Чтобы описать мою любовь и по ночам не плакать по мелочам. Ты как время лечишь мою печаль, моя любовь, моя взаимна. Женщина прекрасна, когда любима. Ты волшебник из другой планеты. Ты из моей мечты. О, Боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына, и я хочу от тебя дочку, и точка, и точка. О, Боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына, и я хочу от тебя дочку, и точка. И точка. Тут же не будет, и бред в флаконе. Как самый лучший ты записан в телефоне. И ты волшебный, ты с другой планеты. Я на все вопросы к тебе нашла ответы. О, Боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына, и я хочу от тебя дочку, и точка, и точка. О, Боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына, и я хочу от тебя дочку, и точка. И точка.
қарлығаш болсаң сыртсың. Күйеуге дейін келемін. Ренжіп айтасың. Үй, Гүлнар, сенсің ба? Үй, айналайын. Ой, Жамал, сен де көретін болады екен ау. Ей, қыздар, әкел бұл орындық қайда, әкел бол. Менің подружкам келді ғой. Бол тез. Қыздар немене тұрсыңдар? Бол тез. Ой, айналайын, қайдан жүрсің? Міне жерден өтіп бара жаттым да, сені көріп. Сен мұнда кім болып істемейсің? Ей, мен бір мына жатақханада бірдей комендантмын. Кім деп жүрсің мені? Сен менің қайдағымды білесің бе? Үйбаяғын білемін ғой, кішкентай болып жүгіріп жүруші еді ғой. Менің қайдағым қазір зіргіттей азамат. Ана 4-ші мектеп бар ғой, сонда директордың орынбасары. Арап деген кемертайдың ұлы бар. Соның қасында компьютерін шемішке шағып бір мектепті билеп отыр. Енді соған бір танымдық қатыстықшы. Үйбай өзі келіп таңдап алмай ма? Еліңді мен таңдап. Әй, қыз деген жетеді, маңдайына шертіп тұрып қазір таңдап алмайсың ба? Бірден ұйымдастырсыншы. Тұра тұр, оның бір мәнін табу керек. Саспа, қатырамыз. Ей қыздар, немене ашқа қонған тауықтай тізіліп тұрсыңдар, бергендер болды. Жолдас қыздар, мына бізде министрліктен бір қонақ келді. Мына Астанада Ибрай Алтынсарин атында медаль береді екен. Иә. Соған енді ана семинар дейма, неменеді, симпозиум, семинар, сол семинарды өткізеді екен. Енді бізде мына айғыз қыздардың атынан, мына жемпи атынан бір әдемі, өнерлі, пысық қыз керек. Енді біз өзіміз шешіп, министрліктің шешімі бойынша, өздерің шешесіңдер, өздерің таңдайсыңдар енді. Арамыздан бір пысық қызды таңдап жіберейік енді. Ол Астана ғой енді. Жарай ма? Мінекей біздің қызымыз. Керек десе баланы да табамын. Ей, қыздар шықсаңдар шағым бар еді. Аңсаңыз әнді де айтамын, кейді де шепет, биді де кет қыздар.
киносы олар жайлы айтылмайды биік мінбеден, өйткені олар ақиқат пен шындық сөздің жебесі. Бұл мереке әр кезде де батылдық пен ерліктің, қаһармандық пен еділдіктің нышаны. Отанға деген сүйіспеншілік пен адалдықтың өлшемі. Ал құрметті ер азаматтар, болашақ ұрпақтар үшін, егемен еліміздің тәуелсіздігін қорғаушылардың бәрі үшін жарқын үлгі болып қала бермек. Иә, арыстан келбетті, жолбарыс жүректі, қырандай қырағы, намысқой, ер мінезді азаматтарымызға жігерлеріңіз мұқалмасын, асқақ шыңдарды бағындырып, қонар тұғырларыңыз биіктей берсін. Осы кештің ұйымдастыруына атсалысқан ерекше алғысымызды Толқын Тәңірбергенқызына және музыка жетекшісі Ағарке Серікбол Мұратбекқызына ұжым атынан үлкен алғысымызды білдіреміз. Тәлімгер Айгерімге де үлкен алғысымызды білдіреміз. Армысыздар құрметті әріптестер, құрметті біздің мектептің жігіттері, бүгінгі күні келе жатқан Қазақстан қарулы күштері күні дейді. Ер азаматтардың мейрамы деп біздің мектебіміздің тамаша қыздары осындай жақсы көңіл күй сыйлап жатыр. Осы жақсы көңіл күйді ұсынып жатқан қыздар барлықтарыңызға мың алғыс. Ұйымдастырып жатқан және ұйымдастырушылар мына жерде Гүлнар Орынғалиевна, Гүлназ Байкаловна бастап жақсы бір тамаша көрініс көрсетіп жатырсыздар. Толқын Тәңірбергенна, Ағарке Мұратбекқызына сізге үлкен алғыс. Міне Айгерім де осы біздің ортамызға келіп тәлімгер болып қызмет жасап жатыр еді. Осы келген кезде талай еңбектерін көрсетіп, осы мектептің жақсы бір іс-шараларының куәсі болып, соған ұйытқы болып жүр. Баршаңызға рахмет. Енді
мерекеге ұлассын. Барлықтарыңыз осы мерекеге аман сау жете беріңіздер. Отбасыларыңыз аман болсын, азаматтарыңыз аман болсын. Рахмет.